Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағын бастаймыз. Тақырыбы түсімділік. Бүгінгі сабақта сендер өнімділік, егіннің түсімділігіне берілген есептерді шығаратын боласыңдар. Сонымен бірге сабантой сөзінің не екенін білесіңдер. Сабантой сөзін білгілерің келеді ме? Ендеше төмендегі сызбаға қарайық. Сабантой ұлттық салт-дәстүр, еңбек мерекесі әрі той. Мұны егінші ел жасайды. Егін бітік шығып, қырманын қызылдап, оны төкпей шашпай, суыққа ұрындырмай, мезгілінде жинап алған ел күзде сабантой өткізеді. Мұнда да кең дастархан жайылып, ақсақалдар бата беріп, ойын-сауық түрлері өткізіледі. Оқушылар, сабантой мерекесі қашан өткізілетінін білген болсаң, сабағымызды жалғастырамыз. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қарайық. Түсімді өлшеуге арналған шамалар бірлігін тап. Берілген өлшем бірліктерді пайдаланып, теңсіздіктер құр. Есепті шығармас бұрын, егіннің түсімділігін өлшейтін өлшем бірліктерді анықтаймыз. Содан соң, өлшем бірліктерді салыстыру үшін не істеу керек? Дұрыс айтасыздар, бірдей өлшем бірлікке келтіру қажет. Есептің дұрыс жауабын тексерейік. Түсімді өлшеуге арналған шамалар бірлігі килограмм өлшем бірлікке келтіреміз. 8 тоннада 8000 килограмм болады. Яғни 8 тонна артық 6100 килограммнан. 5000 центнер 500 килограммда 1000 килограмм болады. 8 тонна артық 5000 центнер 500 килограммнан. 5000 центнер 500 килограмм кем 6100 килограммнан. Жарайсыздар оқушылар. Тапсырма дұрыс орындалды. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Өткен сабақта сендер егіннің түсімділігі, ауданы, массасын анықтауды үйрендіңдер. Алға жылжу үшін бізге өткен сабақтардағы материалдарды қаншалықты жақсы меңгерілгенін білуіміз үшін мына тапсырмаға зер салайық. Бұл жерде өсірілетін дақыл бидай, күріш және картоп. Бірінші бидайды табу үшін түсімділік пен егістіктің ауданын бір-біріне көбейтіп, түсімнің массасын табамыз. 20 центнер гектардың көбейтіндісі 35 гектар тең 700 центнер. Түсімнің массасы 700 центнер болады. Күрішті табу үшін түсімнің массасына түсімділіктің бөлеміз. Сол кезде егістіктің ауданы шығады. 810 центнердің бөліндісі 18 центнер гектар тең 45 гектарға. Егістіктің ауданы бұл жерде 45 гектар болады. Келесі картоптың табу үшін түсімнің массасын егістіктің ауданына бөлеміз. Сол кезде түсімділік шығады. 1000 центнердің бөліндісі 100 гектар тең 10 центнер гектарға. Бұл жерде картоптың түсімділігі 10 центнер гектар екен. Өте жақсы, өткен тақырыпты жақсы меңгергендеріңді байқаттыңдар. Ендеше үшінші тапсырмаға көшейік. Мен сіздерге есептің мәтінін оқып берейін. Мұқият тыңдап отырамыз. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 центнер гектар. Ал екіншісінде 19 центнер гектар. Егер олардың әрқайсысы бірдей 5320 центнерден бидай түсімін алған болса, онда екі фермерге ауданы қандай жер бөлінген?
Кәне ойланайық. Есебімізді тексерейік. 5320 центнердің бөліндісі 14 центнер гектар. Тең 380 гектар болады. Бұл бірінші егін алқабы. 5320 центнердің бөліндісі 19 центнер гектар. Тең 280 гектар болады. Екінші егін алқабы. Бірінші және екінші егін алқабынан шыққан санды бір-біріне қосамыз. 380 гектардың қосындысы 280 гектар тең 660 гектарға. Бұл 660 гектар екі фермерге бөлінген жер. Жарайсыздар. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз менікімен бірдей болды деп ойлаймын. Олай болса, 6-шы есепке назар аударамыз. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен 25 тонна гектарды құрайды. Егер жақсы күтім жасалса және суарылса, 50 тонна гектар алуға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден қызылшаны қанша есе артық жинауға болады? Жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады? Бұл жерде оқушылар екі сұрақ беріп тұр. Жауабы екі жауап болады деген сөз. Ендеше есепті шығарайық. Тексереміз. 25 тонна гектардың көбейтіндісі 30 гектар, тең 750 тонна. Бұл орташа есеппен алынған түсім. Екінші, 30 гектардың көбейтіндісі 50 тонна гектар, тең 1500 тонна. Күтім жасалған жағдайдағы алынған түсімді таптық. Үшінші, 1500 тоннаны бөліндісі 750 тонна, тең 2 тонна. 1500 тоннаның айырмасы 750 тонна, тең 750. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден 2 есе тонна қызылша, немесе 750 тонна артық қызылша жинауға болады екен. Тамаша, бұл тапсырманы өте дұрыс орындадыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымызды қорытындылай келе, сіздер бүгін өнімділік егіннің түсімділігіне берілген есептерді шығардыңдар. Сабантой сөзінің не екенін білдіңдер. Олай болса, үйге мынадай тапсырма беріледі. Оқулықтың 14-ші бетіндегі номері 11-ші есеп. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет айтамын. Сау болыңыздар.